Достар сәлем, қалайсыңдар? Сендермен Рай KZ. Бүгін бізде өте қызықты история болайын деп тұр. Соңына дейін жіберіп алмай қараңдар, достар. Бүгінгі историяның тақырыбы қашқын мен полицей. Мен бұл историяда полиция қызметкері болып жұмысымды атқарамын. Ал мен жұмысыма келіп жатырмын. Машинамды парковкаға қойып, жұмысыма кірісемін. Ал жұмысыма да келдім, достар. Маған қолдау білдіріп, пікір қалдырып, арнаға тіркеліп, комментарий жазып отырыңдар. Ал мен жұмысыма кірісейін, достар. Бұл жерде біз тұтқындарды уақытша изоляторда ұстаймыз. Кеше бір тұтқын ұсталыпты, ұрлық жасап. Қазір соны тексереміз. Оның алдында мен керек заттарымды алып алайын, жұмысыма керек заттарды. Мына кісі кім? Іздеуде жүрген әйел ғой деймін, кажется. Жарайды, салады ғой. Ешкім қашып құтылмас. Заң бәрімізге ортақ. Заңмен жүру керек, заңды бұзбау керек, достар. Так, енді пистолетімді алып алайын. Енді электрошокерім болған. Қай жерде екен? Ана жерде ғой деймін, по-моему. Электрошокерімді алып алайын. Так, алдым. Енді істеп тұр екен. Ал енді жұмысқа кірісейін. Кешегі ұсталған тұтқынды бір тексеріп шығайын. Бірдеңе қажет емес бе екен? Қарап келейін. Допрос жасайық. Мынау ғой. Жап-жас бала, қарасаң. Не үшін бұндай әрекетке барды екен? Тым жақсы бала. Нақты ешкім жоқ, вроде. Осы бала, значит, кешегі түскен. Иә, осы екен ғой. Кірек. Ал, ассалаумалейкум. Кеттік, жүріңіз допросқа. Сізді тергеуіміз керек. Жарайды аға, қазір шығамын. Дайындалып алайын. Бол, бауырым, тездет. Өз уақытымызды өзіміз алмайық. Жұмыс деген бастан асып жатыр. Сенен де басқа проблемам көп. Иә, аға, шықтым міне. Кеттік, жүріңіз. Қай есікке, мына есікке кіреміз ба? Иә, дәл сол есік. Кіре бер, артыңдан қазір барамын. Ал, айта бер, жап-жас болып, не болды саған? Неге бұндай әрекетке бардың? Не жетпеді? Не үшін ұрлық жасадыңыз? Айта беріңіз, тыңдап тұрмын сені. Қазіргі кезде жастардың барлығы осылай ойланбай, тез ақша тапқысы келіп, ұрлықтар, басқа да қылмыстар жасауға бейім. Сені атанаң ұрлық жасасын, бізді ұятқа қалдырсын деп өсірген жоқ қой, тәрбиелеген жоқ қой, дұрыс па? Не үшін бұлай жасадыңыз? Яғы, дұрыс айтасыз, бірақ маған шұғыл түрде ақша керек болды. Өте қажет болды. Дұрыс ойланбаппын. Ақша керек болса, жұмыс істеп, адал табыс табу керек қой. Оңай ақша жоқ. Барлығына керек ол ақша деген нәрсе. Барлығымыз сол отбасымызды асырайық деп, адал ақша тауып, жұмыс істеп жүрміз. Әйтпесе, барлығымыз банк тонап, ұрлық жасай салу оңай ғой. Заң алдында жауап беру қиын болады потом. Солай, бауырым. Өзің жап-жассың, 18-ге толғансың ба өзі? Я, аға, дұрыс айтасыз. Бірақ мен солай жасауыма тура келді. Қарыздарым болды. Соны құтылайын деп телефон ұрлаған болатынмын. Бірақ өкінем ұрлағаныма. Енді бұлай қайталамаймын, аға. Жарайды, енді болғаныс болды. Бірақ саған 3 жыл мен 6 жыл аралығында срок беріледі. Ұрлық жасағаның үшін. Бірақ жағдайды одан ары қарай қиындатпа, бала. Тәртібің жақсы болса, мүмкін ертерек шығып кетерсің. Бұйырғанын көресің енді. Барлығы өзіңе тікелей байланысты. Я, білем, аға, рахмет көп. Есіме салғаныңызға рахмет. Тәртібімді жақсы ұстаймын. Жарайды, түсінсең болды, ең бастысы. Ал сот болғанша, енді осы жерде боласың, уақытша ұстау изоляторында. Бұзық болмай. Егер қашуға әрекет жасайтын болсаңыз, 10 жылға дейін срогыңыз ұзарады. Сондықтан мұқият болыңыз. Ойнайтын жер емес бұл сізге. Я, жарайды, аға. Қашып нем бар? Заңға бағынамыз ғой. Осы қателігім үшін әлі де өкінемін. Енді қайталамаймын өмірде бұлай. Бұл қателігім маған сабақ болып жатыр. Бірақ тым кеш екенін түсініп жатырмын. Жарайды, бауырым. Енді өкінгеннен пайда болмас. Кеттік камераға. Шығарып салайын сені. Басқа да жұмыстарым көп болып тұр менің. Жүр, қайда кетіп қалдың? Күтіп қалдым ғой мен сені. Тезірек шықсашы. Я, аға, шықтым. Кешіріңіз күттіріп қойғаным үшін. Камераға кірейін мен. Жарайды, жақсы ал, бауырым. Бұзық болма. Айтқанды тыңдасаң, барлығы дұрыс болады, өзіңе жеңіл болады. Бірдеңе қажет болса, айтарсың, осында болам. Шақырасың ғой. Жарайды, аға. Рахмет көп сізге. Ризамын сізге. Айтпақшы, аға, сізден бірдеңе сұрасам бола ма? Мен шөлдеп кетіп едім, су алып бере аласыз ба, аға? Я, әрине, су дейсің ба? Су қазір көрейінші, қай жерде бар екен. Жарайды, қазір әкеп берем. Күте тұр, жарай ма осында? Камерадан шығып кетуші ма? Есік ашық қалды. Барлық жерде камера. Қашып кетуді ойлама даже.
түсінікті ма? Иә, әрине аға, осында күтем ғой сізді. Жарайды, қазір алып кеп беремін мен саған. Суды қайда қойып кеттім жаңа. Бірінші этажда жұмыс орнымда еді. Бірінші этажда еді. Жоқ, бұл жерде. Екінші этажда екен. Иә, айтпақшы біздің сулардың бәрін екінші этажға көшіріп тастады ғой. Қазір екінші этажға барып алып кеп берейін. Балақай, қайдасың? Міне, су алып келе жатырмын саған. Ой? Камераның іші бос. Қайда кетіп қалдың ау тағы да? Йо-майо, қашып кеткен ба не бала? Йо-майо, қазір таппасам мен басым кетеді ғой. Йо-майо. Қазір мынаның ішінде шығар, может бір жерінде тығылып қалдым екен. Іздейін. Қайдасың, шық бала. Мен саған адамша су алып келдім ғой. Шық деймін саған. Қайда қашып кеттің? Мынау сыртқа қашып кеткен сияқты. Кеттік сыртқа кеттім. Сырттан іздеу керек. Машинам қайда менің? Кеттік машинамен. Мигалкамызды қосайық мигалканы. Мен бұған адам сияқты айттым, түсіндірдім. Йо-майо, қашсаң вообще жағдайың қиындайды деп айттым. Түсінбейтін не деген адам бұл? Йо-майо. Қандай бала бұл бар ғой, қазіргі жастар бар ғой, вообще ойланбайды. Болашағын вообще ойланбайды. Бұл қайда қашып кетуі мүмкін? Қай жақтан іздесем екен? Ойыма ештеңке түспей жатыр. Жағдайды қиындатып жіберді ғой бұл бала бар ғой. Әбден. Так, бірінші бұл қайда баруы мүмкін? Мектепке барған жоқ па екен? Мектепте тығылып жатқан жоқ па екен? Мектепте іздейінші. Осы балалар шошытып алмасыншы тағы да. Ал мектепке келдік. Мектепте ішін қарап шығайын, аралап шығайын. Мүмкін осында тығылып жатыр ма екен, Йо-майо. Қазір ұстасам бар ғой, оны оңдырмайым бұл баланы бар ғой. Кім бар? Электрошокермен қазір талдырып тастамасам. Жоқ, мына жақта жоқ, мына кабинетте жоқ. Қайда болуы мүмкін, Так, мына жаққа қарай көрейін. Мынау актовый зал ғой. Актовый залдың іштеріне, бөлмелерінен тығылып қалған жоқ па екен? Қазір қараймыз. Мына жерде жоқ. Өзі мектепте үлкен екен біраз, Мына жақта жоқ. Бұл жақта, в общем, жоқ актовый залды. Кеттік, дальше шығып кетейік. Қайдан іздесем екен? Спортзалда ма екен? Бассейнді көрші. Мына жақта да жоқ. Йо-майо. Мына бала әбден ашуыма тиді менің бар ғой. Бүкіл жұмысымның репутациямды құртатын болды менің. Нағыз қылмыскер десек қылмыскер екен бұл бала бар ғой. Адамның айтқан сөзін түсінбегеніне сонша айттым оған. Қой, жарайды. Мектептен шығайын. Ары қарай іздеуді жалғастырайын. Ашуым кеп тұрған қарашы мына балаға. Не істесем екен? Йо-майо, мынаның ішінде жоқ па екен? Бұл жақта жоқ. Жоқ сияқты. Бұл жерде де таппадым, что-то көрінбейді. Қайықта тығылып жатуы мүмкін бұл, Блин, достар, бұл қылмыскерді мен таппасам мені жұмыстан қуып жібереді. Нем бар еді, жаным ашып су беремін деп. Не үшін камераны ашық қалдырып кеттім екен? Не үшін осы менің адамдарға сенгіштігім түбіме жететін болды бар ғой. Мына Бургер Кингті көрейік. Осының ішіне мүмкін тамақ іздеп келген жоқ па екен? Так, мына жақта жоқ. Кім бар бұл жерде? Шығыңдар, қылмыскер. Қайдасың? Мына жақта жоқ. Ары қарай ішіне кіріп көрейінші. Мына бөлмелерінде бар шығар, мүмкін басқа бөлмесінде тығылып жатыр ма екен? Жоқ мына жерде. Мына кухнясында да жоқ сияқты ғой. Йо-майо, енді қайдан іздесем екен бұны? Ары қарай іздейік. Іздеуді жалғастыру керек маған. Достар, сендер ешқашан бұндай бұзықтық жасамаңдар, ұрлық жасамаңдар, заң бұзбаңдар. Ешқашан ақша оңай жолмен келмейді. Еңбекпен ғана келеді. Соны ұмытпаңдар. Бұл қылмыскер сияқты қателік жасамаңдар. Біреудің қателігінен қарап үйреніңдер. Мен мына жерге келдім. Осының ішінде бар ма екен? Бұл зданияның ішінде жоқ екен, достар. Кеттік. Ары қарай іздеуді жалғастырайық. Объездной трассаға шығайын. Көтерілейін. Әбден шаршатты. Біреуді көріп тұрмын, сары оранжевый киімде. Қараңдар, достар. Йо-майо, анау ғой қашып бара жатқан. Анау бала ғой мен іздеп жүрген. Тоқта, тоқта. Тоқта деймін саған, тоқта. Атам қазір тоқтамасаң. Тоқта. Тоқта ғане, орныңнан қозғалма. Ағай кешіріңізші, мен бұны жасаймын деп ойламадым. Ағай кешіріңізші. Саған ескерттім бауырым. Енді өз жазаңды өтейсің, жақсылап қойып. Енді аямаспын мен сені. Әбден әуреге салдың адамды. Кеттік жер участок қапарып, қамап тастаймын мен сені. Тиісті жазаңды алу керексің сен. Йо-майо, қара бұны. Келдік әне участокқа. Жол беріңдер, жол беріңдер. Пожарный неғып келіп алған бұл жерге. Қамап тастайын, йо-майо. Аяудың қажет жоқ екен. Осы сенбеспін енді сенің алдауыңа. Жатма. Ағай, кешіңіз ағай, мен
Бұлай жасаймын деп ойламадым. Қателік жібердім, білем ағай. Кешіріңіз мені. Енді қайталамайды бұны. Жасаған ісіме қатты ұялып тұрмын, өкініп тұрмын. Кешіріңіз. Жарайды, ең бастысы ұсталдың. Енді қашам деп ойлама. Енді есікті ашпаспын саған. Ештеңе сұрама, сұраушы болма. Түсінікті ме саған? Иә, түсіндім аға, сіздікі дұрыс. Енді қайталамаймын аға. Мен просто қорқып кеттім сіз айтқаннан кейін. 6 жыл отырғым келген жоқ еді. Оңай жолын іздедім осы жолда. Саған ескерттім, адамша айттым түсіндіріп. Қашушы болма, 10 жылға дейін жазаң, уақытың, срогың созылып кетеді деп. Енді өз кінәң өзіңе. Барлығына өзің жауап бересің. Мен ештеңе істей алмаймын. Қолыңмен жасағанда мойныңмен көтересің. Тиісті жазаңды аласың енді. Солай балақай. Жап-жас өміріңді құрдымға кетірдің. Достар, бұл бала сияқты ешқашан қателік жасамаңдар. Көрдіңдер ғой? Өкініп тұр, істегеніне өкінет. Ата-аналарының үмітін ақтаңдар. Жаман, бұзық бала болмаңдар, тәртіпті бала болыңдар. Жақсы, сау болыңдар балалар. Сендермен бірге болған Рай KZ.